Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар. Здравствуйте, дорогие читатели. Тікелей эфирімізге қосыламыз. Подключайтесь, пожалуйста, к прямому эфиру. Если нас хорошо видно, хорошо слышно, поставьте, пожалуйста, плюсик. Бүгінгі тікелей эфиріміздің қонақтары Мир балалар жасөспірімдер клубының жетекшісі Аманжолова Анар Сұлтанқызы, Шахтер балалар жасөспірімдер клубтарымен жұмыс жөніндегі бөлім басшысы Әшірбек Әсел Сапарқызы, Қарағанды қаласының орталықтандырылған кітапхана жүйесі әдістеме бөлімінің меңгерушісі Кейкина Сәуле Еркебаевны, және де Қарағанды қаласы орталықтандырылған кітапхана жүйесі директорының орынбасары Құмашева Қызғалдақ Бишкеновна. Сәлеметсіздер ме? Сөз кезегін сізге беремін. Добрый день, уважаемые читатели, уважаемые коллеги. Хотела сегодня рассказать о работе дворовых клубов в городе Караганде. Работа дворовых клубов – это организация досуга во внеурочное время, проведение мероприятий, разнообразие спортивных секций, творческих кружков по принципу шаговой доступности. На сегодняшний день дворовый клуб – это не только место, куда приходят дети с пользой провести свой досуг, но также это место, куда могут прийти родители, старшее поколение, просто пообщаться, поделиться своим опытом. Ну и из них 13 клубов находятся в районе имени Казыбек-Би, 26 в районе Алихана Бакихана. По Алихану Бакихану району у нас 26 клубов, это 15 клубов в Майкудуке, 7 клубов в Пришахтинске и 4 в районе Сортировки. В юго-восточном секторе клубов у нас нету из-за отсутствия помещения, но этот вопрос у нас находится на постоянном контроле. Так, в 2023 году акиматом города Караганды было выделено 2 помещения для открытия дворовых клубов, для открытия 2 дворовых клубов в микрорайоне Панель-центр по адресу улицы Балшан-Мамышевой. На сегодняшний день там проводят экспертизу с корректировкой проекта для проведения в последующем косметического ремонта данных помещений. И уже в обновленных клубах в микрорайоне Панель-центр будут действовать 2 дворовых клуба, в которых будет работа музыкальных студий, творческих кружков, фитнес-центры, тренажерные залы, спортивные секции для микрорайона Панель-центр. В дворовых клубах, которые расположены в жилых домах, это, как правило, 3-4-комнатные квартиры, функционируют, культивируются такие кружки и секции, как настольный теннис, шашки, шахматы, тогус-кумалак, изо-студии, хореография, театр, кружок дошкольник. То есть все для досуга детей и подростков. А на придворовой территории дети занимаются футболом и проводятся мероприятия, особенно в летний период, мы проводим там мероприятия для населения. Клубов, которые у нас расположены в подвальных помещениях, полуподвальных помещениях, имеют которые большую площадь, там культивируется также бокс, тяжелая атлетика. Анализируя работу дворовых клубов, расположенных в жилых массивах, можно отметить, что данные клубы имеют преимущество, так как находятся по принципу шаговой доступности для населения. Помещения, дворовые клубы, которые у нас дислоцируются при школах, это, как правило, в отдаленных районах, такие как Рабочий поселок, Финский поселок, станция Солонички, Старая Тихоновка. В данных районах школа это является единственный объект, и клубы при данных школах являются единственным объектом, где дети могут заниматься секциями, творческими кружками во внеурочное время. Наши дворовые клубы работают по программе развития, в которой предусмотрено проведение различных мероприятий по 7 модулям. Мероприятия направлены на эстетическое воспитание, патриотическое воспитание, пропаганду семейных ценностей, интеллектуальные игры, работа с детьми с ограниченными возможностями. Профориентационная работа практикуется. В работе клубов используются различные формы проведения мероприятий. Это экскурсии, мастер-классы, флешмобы, фестивали, викторины, игры, конкурсы. И
проводя такие мероприятия, стало актуальным уже участие в данных мероприятиях, проведение данных мероприятий с участием родителей и старшего поколения, которые активно принимают участие в мероприятиях. Ну, вот так, в течение года мы проводим более 3000 мероприятий. Вот за 2024 год в дворовых клубах было проведено 3276 мероприятий с охватом более 50 тысяч человек. Самые массовые из них это вот у нас проводится фестиваль «Двор, в котором я живу» в летний период, фестиваль воздушных змеев, турниры, первенства по интеллектуальным играм. Также в период летних каникул у нас ребята из дворовых клубов активно принимают участие в Лиге дворового футбола, где неоднократно занимают призовые места. Согласно календарным планам, в дворовых клубах проводится очень много мероприятий, посвященных государственным праздникам, профессиональным праздникам. Для приобщения детей к спорту проводится ряд мероприятий, которые пропагандируют здоровый образ жизни. То есть это акции всевозможные, посвященные Всемирный день здоровья, Всемирный день отказа от курения и подобные мероприятия. Хотелось бы уделить внимание, что очень большая работа проводится с заинтересованными структурами. Это ювенальная полиция, это средние школы, это филиалы библиотек, с которыми мы совместно ежегодно подписываем меморандумы, в рамках которого проводятся совместные мероприятия. Ювенальная полиция, инспектора, социальные педагоги школ. Ежеквартально мы проводим сверку списков учащихся для того, чтобы детей, которые состоят в группе риска, малообеспеченных, многодетных семей, чтобы максимально их вовлечь в работу клуба, в работу кружков и секций, чтобы их занять их доступ во внеурочное время. Также мы работаем с управлением ЧС города Караганды. Тоже ежеквартально проводятся на базе дворовых клубов практические занятия по навыкам безопасного поведения, оказанию первой медицинской помощи. Перед началом летних каникул проводятся такие темы, как правила поведения на воде, безопасное лето. То есть, чтобы сформировать у детей навыки безопасного поведения, сотрудники управления ЧС показывают наглядно все это, чтобы дети могли этим потом воспользоваться. Также у нас проводится в целях повышения грамотности в части традиционных религиозных течений, проводится обязательно информационно-разъяснительная работа тоже на базе дворовых клубов с участием специалистов молодежного ресурсного центра. Для детей из дворовых клубов также особенно проводится и в период летних каникул, и в течение года определено время посещения бассейна для ребят из дворовых клубов на базе ФОК имени Головкина бассейн и бассейн в сортировке «Локомотив», куда дети могут приходить по времени, будет определенное время, дети ходят бесплатно в бассейн. Также определено время для занятий футболом на стадионе Летейщик. Не остаются у нас в стороне и старшее поколение. У нас в дворовых клубах есть группы здоровья для старшего поколения. Да, клубы есть у нас не только для детей, то есть куда могут прийти и старшее поколение, то есть это место, где, вот, наверное, повторюсь, где они могут и пообщаться, и в то же время они могут поделиться опытом. То есть у нас есть клубы, где приходят в шахматы, шашки играют, есть клуб у нас, вот, огородники обсуждают весь такой процесс. Есть группа здоровья, где занимаются фитнесом, есть у нас клуб скандинавской ходьбы, где люди могут приходить, общаться, заниматься и совмещать, то есть полезное с приятным. Вот. Ну и хотела сказать, что ребята из дворовых клубов при координации наших руководителей неоднократно принимают участие, постоянно, можно сказать, принимают участие в различных фестивалях, конкурсах республиканских, где занимают неоднократно гран-при, призовые места. И тоже это один из таких моментов, где дети могут себя реализовать, свой потенциал, раскрыть и участвовать в таких мероприятиях. Вот.
период летних каникул у нас самая работа, наверное, активная дворовых клубов, когда уже школы нет, каникулы, и мы активно начинаем с детьми работать, чтобы их занять мероприятиями. В период летних каникул у нас проект Лига дворового футбола, где участвуют дети, молодежь, старшее поколение, и в том числе дворовые клубы, которые активно участвуют в этом проекте, занимают тоже призовые места. В этом году помимо Лиги дворового футбола будет реализован проект Лига дворового баскетбола, где также планируется участие детей из дворовых клубов. Данные проекты, они уже стали ежегодными при поддержке акимата города Караганды. Проект реализуется с каждым годом и набирает обороты. Дети, молодежь, их все больше и больше принимают участие. И хотелось бы еще сказать, с учетом, расширяя сферу деятельности дворовых клубов, в помещениях клубов не всегда удается на мероприятиях разместить там большее количество населения. И поэтому для расширения сферы деятельности в период лета, да, у нас есть такой проект «Спорт в каждый двор», где мы уже на улице, во дворах, на дворовых площадках, в парках для детей, молодежи, взрослого населения проводим вот такие занятия в утреннее время и вечернее время. То есть любой желающий, кто живет в данном дворе, наши квалифицированные инструктора проводят занятия. То есть утреннее время это до работы, и вечернее после работы они могут провести все вот эти занятия, мероприятия. В вечернее время товарищеские матчи проводят. То есть максимально охватить население. Для приобщения именно населения к физической культуре реализуется данный проект. Он вот уже 3 года, с 2022 года реализуется данный проект. Тоже нашел свое место и очень популярный. Вот. Мы планируем тоже в этом году также его реализовывать. В том году, в 2024 году, было охвачено 40 дворовых площадок, где вот было охвачено более 10 000 человек, которые могли никуда, то есть также присутствует принцип шаговой доступности. Вышел во двор, позанимался, присутствие инструктора, то есть люди могли в течение лета себя приобщить к занятиям спортом, научиться, приобщить, а уже после лета они могли бы эти занятия уже потихоньку самостоятельно дома продолжать данную работу. Ну вот вкратце, если так. Также вот еще раз, наверное, не сказала, у нас проводится работа также с детьми с ограниченными возможностями. У нас есть 2 детско-подростковых клуба, которые работают именно с данной категорией людей. У нас есть 2 клуба, один находится на Юго-Востоке, один в городе, где проводится работа именно с детками с ограниченными возможностями. На сегодняшний день там занимается 128 человек. Данная работа проводится совместно с общественным благотворительным фондом «Лучик надежды» и фондом «Батыл-Журек» по данному направлению. Вот сейчас я хотела передать слово Анар Султанне, дополнит, она является руководителем дворового клуба «Мир». Қайырлы күн. Мир балалар жасөспірімдер клубында жұмыс істеймін, сол жерде жетекшімін. Бұл клуб 20 жылдан артық қызмет етіп келеді. Аула клубтарына арасында осындай бір-біріне ұқсас және осындай клубтарда бізде әртүрлі үйірмелер мен секциялар жұмыс істейді. Мысалға бізде теннис бар, үстел теннисі, шахмат, шашки, ұлттық ойындар, тоғызқұмалақ, асық ойнау өнерімен көп балалар әлі білмейді қалада, мысалы. Басқа ұлттың балалары көп біздің клубта. Сондықтан осы ойындардың барлығын біз үйретіп, әртүрлі жарыстар өткізіп жатамыз. Үйірмелер бізде ұлттық үйірме асыл мұра үйірмесі бар. Бұл жерде ұлттық өнермен таныстырамыз, ою өнерінің қыр-сырымен таныстырамыз, және оның тек қана
ойып қана емес, ар жағындағы барлық ұлттық құндылықтардың барлығын дәріптейміз. Одан басқа шебер қолдар деген үйірме бар, енді балалардың оған көптеп қатысады. Әртүрлі қағазбен болсын, басқа да материалдар болсын, сондай жақсы тұрамыз арасында. Одан басқа бізде менталда әрішін, сосын скорочтение дейміз ғой, жылдам оқу, ондай үйірмеміз бар. Содан кейін мектеп жасына дейінгі балаларды дайындайтын помогайка деген клубымыз бар, үйірмеміз. Одан басқа үлкендер келеді бізге, группа здоровья дейміз, бір жағынан жаңағы огородники, садоводы дейміз ғой, солар өздерінің тәжірибелерімен бөлісіп, әртүрлі фестивальдар өткізіп, сондай қызықты бізде клуб жұмыс істейді. Енді басқа клубтар туралы айтсақ та, енді бізде Наурыз мерекесі алдымызда келе жатқан, оған да ата-аналарды да көптеп енді сол жұмысқа біріктіреміз. Ол кісілердің де келеді, балалар үшін әрине оларға да қызықты, біздің ұлттық құндылықтардың барлығын сол мерекеде өте сондай жақсы көрсетіп, сондай не деп айтсақ болады, көңілдерінен шығады деп айтамын аула адамдарының. Не деп айтамын, балалар кез келген уақытта келе алады, қандай өздерінің сұрақтары бар, солармен бөлісе алады. Енді оны бізге қарсы алатын, бізде инструкторларымыз бар. Біз енді мектеппен тығыз байланыста жұмыс істейміз. Жанымызда 87-ші мектеп бар, 59-ші мектеп бар. Сол мектептің балалары бізге көптеп келеді. Мектептің социологтарымен тығыз байланыстамыз. Көбінесе мынау көп балалы және аз қамтылған дейміз ғой. Мектеп ішілік учетта тұрған балаларды көптеп тартуға тырысамыз. Жанымызда полицияның бір бөлімі бар, олармен де тығыз байланыстамыз. Содан кейін бізде кітапханалармен өте сондай тығыз жұмыс жүріп жатады. Біріккен жаңағындай шаралар көптеп өтеді бізде. Енді осы бізде Бұқар Жырау 96-да Мир деген клуб бар, соған барлығын шақырамыз. Рахмет, спасибо. Уважаемые подписчики, я уже вижу ваши вопросы. После выступления всех спикеров обязательно мы их зачитаем. Слово предоставляется следующим спикерам. Саламатсыздар, құрметті оқырмандар. Барлықтарымыз осы бүгін жиналып айтып отқан мәселеміз жаңағы жасөспірімдер клубы дедік. Біз өзіміз мынау Қарағанды қаласының орталықтандырылған кітапханалар жүйесіне келіп отырмыз. Егер де біздің жұмысымызды айтатын болсақ, біздің Қарағанды қаласында 21 кітапхана филиалымыз бар. Ол осы Қарағанды қаласы бойынша орналасқан. Сұрыптау кенті мекенінде, Пришахтинск мекенінде, оңтүстік шығыс, Михайловка, қаланың ортасында сол кітапханаларымыз сол жерлерде орналасқан. Әрбір кітапхана өз жұмысымен жоспарымен істейді. Қала бойынша 2 жасөспірімдер кітапханамыз бар. Балаларға арналған 5 балалар кітапханамыз бар. Қалған кітапханалардың бәрі көпшілік. Ол көпшілік кітапханаға біздің жасөспірімдеріміз де келе алады, балаларымыз да келе алады, зейнетке шыққан зейнеткерлеріміз, студенттеріміз. Былай айтсақ, ол барлық біздің қаламыздың жаңағы оқырмандарына арналған. Сондықтан айтатыным, біздің осы кітапханаларға келіңіздер, көріңіздер. Қазіргі уақытта осы кітап оқиым, ізденем деген осы оқырмандарымызға өте көп жағдай жасалған. Кітаптар өте көп. Қазақ тілінде десе де, орыс тілінде, басқа ұлт тілінде де кітаптарымыз бар. Біздің кітапханамызда 400 мыңнан жуық құжаттар бар. Осы Қарағанды бойынша, оның ішінде 140 мыңнан аса қазақ тілінде. Қазіргі жылдары осы бір 10 жылдан аса қазақ тілінде өте көп кітаптар аламыз. Көбінесе біздің
кітаптардың бәрі қазақ тілінде келіп жатыр. Және ол өте айтатын жақсы жағдай. Қазіргі заманда қазақ тіліне өте көңіл көп аударып жатыр. Сондықтан қазақ тілінің кітабы жоқ деушілерге айтайын дегенім өте көп, өте аударма кітаптарда бар. Жұмыс бабына керек болса, қазір мына жұмыскерлер жылы деп айтып жатыр ғой, сол кісілерге арналғанда бізде қазақ тілінде өте көп кітаптар келіп жатыр. Бұлай біздің кітапхана жоспар бойынша жұмыс істеп, былтырғы жылы осы Қарағанды қаламызда 90 жыл болды. Сол 90 жыл аясында бізде 90 жылдыққа 90 кездесу деген шара өтті. Осы Қарағанды қаламыздың өлкетану өлкелері, осы Қарағанды қаласының тұрғындарымен кездесу болды. Білетін тұрғындар, білмейтін тұрғындар, өте атақты тұрғындар бар. Сол кісілердің бәрімен кездесу өтіп, осы біздің кітапхананың оқырмандарын, сол кісілерді біліп, сол кісілермен кездесіп, сондай өте бір жақсы шара өтті. 90 кездесу январь-февральдан бастап декабрьге шейін созылды. Сол шарамыз өте жақсы шара, жақсы жоба болды. Екінші бір жобамыз біздің менің қаламның көшелері деген жоба болды. Ол экскурсия, жаңағы экскурсияда автобуспен, жаңағы мектептермен біз тығыз байланысты болдық. Ол жаңағы мектептің балаларын сол автобусқа өзі жоспар бойынша бөлініп, сол мектепке, Сұрыптау мекеніндегі мектеп болса, сол мектепке барып, автобус сол мектептің жаңағы оқушыларын мінгізіп алып, осы біздің қаламыз бойынша экскурсия жасады. Біздің қаламыздың өте жақсы жерлерінен гид болып, әр жағдай не болған, қай жылы құрылған, мынау ғимарат қай уақыттан бері келеді, сол тарихын айтып, осы біздің қаламыздың балаларына таныстырды. Сондай жақсы бір жоба өтті. Кітапханамыз енді өзіміздің осы биыл 23 сәуір кітап күні деп біздің президентіміз айтып кетті ғой, биылғы жыл. Сондықтан біз кітапқа көп көңіл бөлудеміз. Менің айтатын оқырмандарыма, біздің кітапханаға келіңіздер, кітап оқиын деген. Қазір барлығы әлеуметтік желіде ғой. Бұлай қарасаңыз, даже біздің соткамызда да сол кітапты оқуға болады. Келіп, QR-кодпен мобильді кітапхана деген. QR-кодты басып ашсаңыз, сол кітабыңыз электронна баспада оқылып алады. Мобильді кітапхана дейді. Біздің кітапханада веб-рабис бағдарламасы жұмыс дейді. Сол веб-рабис бағдарламасына біз жаңа кітаптарды енгіздіп, келген кітаптарды біздің оқырмандар үйде отырып сайттан қай кітапханада қандай кітап бар екен, соны сол жерден басып білуге болады. Соны білуге болады, сол жерде көруге. Сондықтан жаңағы айтып жатырмын ғой, оқырмандарға өте көп жағдай жасалған. Келіңіздер, көріңіздер, оқыңыздар біздің кітапханаларға. Рахмет сіздерге. Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі біздің эфирге қосылып отырған біздің тыңдармандарымыз, көріп отырған пайдаланушыларымыз, оқырмандар біздің кітапханамыздың. Енді жалпы орталықтандырған жүйесінің жұмысы туралы айтатын болсақ, ол жаңа айтылып кетті ғой, 21 кітапханамыз бар деп. Сол кітапханамыздың баяқтары сол аулада, сол кітапхана қызмет көрсететін шеңберде орналасқан мекемелер болса, солардың баяқтарымен тығыз байланыста жұмыс жүргізіп отырады. Солардың бірі, мұны осы жаңа бүгінгі әңгімемізге арқау болып отырған мынау жасөспірім балалар, жасөспірімдер клубтарымен өте тығыз байланыста жұмыс жүргізіліп отырды. Мысалы үшін атап айтсам, мынау балалар жасөспірімдер клубымен тығыз байланыста мынау 8-ші кітапхана филиалы Ақниет деген клубпен өте тығыз байланыста жұмыс жүргізді.
Бұл кітапхана бізде Майқұдықта орналасқан, жалпы Майқұдықтағы жаңағы орналасқан барлық кітапхана деуге болады. Олардың барлықтары жаңағы аула клубтарымен өте тығыз байланыста жұмыстарын өткізіп отыр. Оның ішінде мынау бірінші жасөспірімдер кітапханасы, олар жастар, Аққу, Жұлдыз клубымен тығыз байланыс жұмыс жүргізсе, мынау 12-ші балалар кітапханасы, Мұра, Арман деген клубтармен жұмыстарын өздерінің жүргізді. Енді Пришахтинскийде бізде жасөспірімдерге арналған кітапханамыз бар, номер 2-ші кітапхана филиалымыз. Ол жерде де жаңағы болашақ туған жер деген клубтармен өте тығыз байланыста жұмыс жүргізді. Енді біз ол жерде үлкен іс-шаралар өтеді. Жаңағы жергілікті ақын жазушыларымызбен кездесулер өтіп отырды. Енді балалардың бос уақыттарын тиімді пайдалануға арналған жұмыс қой бұл. Сондықтан форматтары әртүрлі өткізетін шаралардың. Сол шараларда біз енді кітапхана болғаннан кейін ең басты біздің мақсатымыз ол кітапты дәріптеп балаларды кітапханаға тарту, жалпы оқуға тарту, кітап оқуға тарту. Оның ішінде көркем әдебиетті оқуға тарту. Соның ішіндегі тағы да бір мәселе ол жергілікті ақын жазушыларымыздың кітаптарымен таныстыру. Ол үшін жаңа біз жергілікті авторлармен келісім шартқа отырып, олардың кітаптарын барлықтарын цифрландырып, сосын кейін оны электрондық форматқа көшіріп, қазір өздеріңіз білесіздер, балаларға біз тек қана бұрынғы мынау жазбаша түрінде емес, сол электрондық форматтағы да кітаптарды ұсынамыз. Оларға қызықты болу үшін, оларды жаңағы оқуға тарту үшін. Енді көбіне біздің қазіргі уақытта енді өлкеміздің де тарихын, оның барлықтан олар қайдан білуі мүмкін? Тек қана осы жазылып отырған кітаптардан білуі мүмкін. Сондықтан осындай жұмыстар бізде өте сол жақсы қойылған мақсат болып алдымызға соның барлықтан жаңағы өлкеміздің ақын жазушыларының жаңағы кітаптарының шығармашылығын жергілікті халыққа таныстыру. Оның ішінде жаңағы аула клубтың балаларымен де сол мәдени іс-шаралар өткенде сол кісілермен кездесулер ұйымдастырылып отырады. Бұл енді үлкен тәлім беретін, тәрбие беретін сондай жақсы шаралар. Сосын сол шараларда жаңағы кітаптарымызбен таныстырамыз. Сосын кейін жалпы осы қандай атап өтілетін күндер бар, сол күндердің тақырыптарына байланысты ол шаралар өткізіліп отырады. Енді жалпы негізі айта кетсем, мінекей бізде былтырлары биылғы жұмыс енді басталып жатыр. Ал енді былтырғы жылы мысалы үшін бізде бір 200-ге жоқ шара өткізілсе, жаңағы клубтармен бірге ол жерде 1480 кітап қойылып, 300-ге тарта кітапты жаңағы балалар алып оқыды. Енді ондай кітаптар қызықты болғаннан кейін, олар кейін сосын кейін кітапханада өздіктерімен де келіп, кітапханадан кітап алып, біздің оқырмандарымыз болып жатады. Бұл енді қуанарлық жағдай. Жалпы жаңа айтылды ғой, ол аула клубтар тек қана жастарға ғана емес, не болмаса там балаларға ғана емес, жаңа үлкендер де бар деп. Енді бұл да бір үлкен жаңағы жастарға тәрбиелік мәні өте зор жұмыс. Өйткені неге десеңіздер, олар өздерінің оқығанымен, тоқығанымен жаңағы балалармен бөліседі. Және де мысалы үшін мынау 9 құмалақ дейміз, ол енді ескіден келе жатқан ойын ғой. Оны екінің бірі ойнап біле бермейді, солай ғой. Тіпті біз енді біздің кітапханада да ондай ойындар бар. Соларды мысалы үшін жаңағы жастарға көрсетіп біліп үйретуге мысалы үшін бізге мамандар қажет болып жатады. Ал кейде мысалы үшін үлкен кісілер өздіктері оларға ештеңе қажеті жоқ, сол келіп мысалы үшін өздеріне жаңағы балаларды алып, солармен бірге мысалы үшін жаңағы ойындарды үйретіп, тек қана ойын үйретпей, енді өздерінің жаңағы айтып отырмын ғой, білгендерін сол балаларға жеткізіп отырады. Бұл да тәрбиелік мәні зор деп мен ойлаймын. Және енді айта кететін кітапхананың өзі жалпы жұмысына тоқтала кетсем, ол енді бізде үлкен жаңағы зерттеуде жұмыстар болып жатады. Бізде биыл бір айта кету керек, мынау оңтүстік шығыста жаңадан салынып жатқан бізде нелер бар ғой, орындар бар ғой. Сол жерлерде, мысалы, сол аудандарда бізде тұрғындарға кітапханалық қызметті беретіндей, ол жерде кітапхана болмағандығында. Сол биыл бізде мынау өлкетану бөлімін біз сол жерге орын ауыстырып, сол жерде, мысалы, сол тұрғындарға, жаңадан салынып жатқан жердегі тұрғындарға олар қызметті көрсетіп жатыр. Енді бір айта кететін нәрсе, ол жерде мектептер бар, мысалы үшін. Қаншама мектептен бізде балалар келіп, жаңағы экскурсия
экскурсияға келіп қатысып, жаңағы кітаптарды көріп, біліп, мысалы үшін олар жаңағы мәдени өжеде де іс-шаралар өтіп жатыр. Соған да қатысып, мысалы үшін олар өздерінің жан-жақты дамуына біз солай ықпал етіп жатырмыз деп ойлаймыз. Сондықтан енді жаңағы өлкетану бөлімінде бізде зерттеуде жұмыстар жүргізіп жатады. Енді биылда да сол жұмысын жалғастырады деп ойлаймыз. Биылда да көп шаралар жоспарланып отыр. Ол жерде де үлкен шаралар өтеді. Соған да біздің оқырмандарымыз келіп қатысуларына болады. Жастардың бәріне, жастар болсын, үлкендер болсын, балалар болсын, бәріне ол жерде қызмет көрсетуге дайын. Сосын енді біздің кітапханаларда да жаңағы интернет болса енді сосын кейін жаңағы материалдық жабдықтаулардың барлықтары сол кейінгі кезде өте жақсы болып жатыр. Балаларға жан-жақты қызықты болсын деп біз енді жағдай жасауға тырысып жатырмыз. Сондықтан енді барлық қызмет жаңа кітапханаға да біздің оның барлықтары ақысыз келіп, соны көріп, мысалы үшін сол қызметті өздері енді керек нәрсені аламыз десе, оларға біздің есігіміз әрдайым ашық. Және бір тағы да бір айта кететін нәрсе, біз биыл енді мынау біздің Ұлы Отан соғысына 80 жыл болып жатыр ғой. Енді осы жұмыстың да бізде алдын ала үлкен жолы болған дейді. Ол жаңағы айтып кеттім ғой, біздің кітапханада зерттеу жұмыстары да болады деп. Сол зерттеу жұмыстары арқылы біз осы жергілікті біздің Ұлы Отан соғысына қатысқан адамдар туралы біз үлкен бір материалдар жинағанбыз дейді. Соны жинақтап енді биыл соған бір деректер базасын құрсақ деген бізде осы жоспарланып отыр. Сондықтан енді оған да мысалы үшін қатысып, енді мысалы үшін менің туғаным, туысым, мысалы үшін енді аталары қатысқан шығар. Сол кезде сондай соғысты көргендері болса, мысалы үшін олар да өздерінің материалдарын бізге жолдап, мысалы үшін жаңағы треугольник хаттары дейді ғой, енді ол кезде сондай хаттар деп отыр ғой, үшбұрыш хаттар. Сондайлар болса, олардан көшірмелер болса, солардың барлықтарын біз құжатқа жинап, мысалы үшін біз только оны сканерлеп өзімізге аламыз да, сосын кейін түпнұсқа құжатты өздеріне қайтарып береміз. Сондай жұмыста бізде мысалы үшін болып жатыр. Енді соған да қатысамыз дегендер адамдар болса, мысалы үшін өздерінде материалдар болса, бізге берулене болады. Ол жұмыс әлі де бізде жалғасын тапуда. Енді кітапханаға келеміз деушілерге біздің жаңа айтып кеттім ғой, әрдайым есігіміз ашық. Жалпы енді жаңағы кітаптардың барлықтары бізде өте қызықты. Жаңа Қызғалдақ Пішкенді айтып отыр, қандай форматта да болсын. Бізде мысалы үшін жаңағы зағип жандарға да барлық жағдай жасалған. Мысалы үшін көзі кішкене нашарлау көретін адамдарға үлкен шрифтпен жазылған кітаптар да бар бізде. Жаңағы лупа арқылы да оқып көрулеріне болады. Сондықтан қандай адам болмасын, қандай кісі, қандай топтағы болмасын, бізден келіп өздерінің керекті, қажетті құжаттарын алуларына болады. Енді мен ойлаймын, алдағы уақытта да біз жаңағы аула клубтарымен де, басқа мекемелермен де жұмыстарымызды әрі қарай жалғастырып, тағы да сондай отанымызға, елімізде қызмет жасаймыз деген солдай жоспарымыз бар. Рахмет. Құрметті оқырмандар, егер сұрақтарыңыз болса, тікелей эфирде оларды қоя аласыздар. Если у вас есть прямые вопросы, вы можете задать в прямом эфире. Вот в начале эфира были вопросы. Здравствуйте, планируется ли внедрение современных технологий в библиотеках Караганды? И будут ли проводиться городские литературные конкурсы? На текущий год. Да, у нас планируется. Проекты у нас будут запланированные в этом году. Например, если так посмотреть, лермонтовские чтения, пушкинские чтения, Абайдың туғанына орай өткізілетін шарамыз тоже бар, конкурстар. Осы кітап фест мен бағана ғана айтып кеттім сөзімде, 23 апрель биыл осы кітап күні деп, соған байланысты біз Қарағанды Бук Фест деген фестиваль өткіземіз. Осы Қарағанды бойынша. Жауабыңызға рахмет. Негізі информацияны қалай оқуға болады, қайда? Мүмкін сізде Инстаграм бар шығар,
бізде әлеуметтік желіде өтетін осындай байқаулар туралы афиша жасалынып, әлеуметтік желіге, инстаграмға, фейсбукқа біз салып отырамыз. Біздің кітапханада өтетін шараларда, күнделікті кездесулерде біздің осы әлеуметтік желіде, инстаграмда белгіленіп отырады. Жауабыңызға рахмет. Келесі сұрақ. Алаш аллеясында не үшін қойылды кітапхана? Жабық тұр ғой. Жаңағы айттық қой, ол біздің өлкетану бөлімі сол жерге орналастырылған қазіргі таңда. Бірақ ол жабық емес, ол жерде жұмыскерлері бар, жұмыс істейді кітапханашылар, келіп өздеріңізге қажетті кітаптарыңызды алып, ол жердегі өтіп жатқан мәдени іс-шараларға қатысып келулеріңізге әбден болады. Ол жерде интернетте бар, жаңағы айтылып кеткен ойындардың баяқтары да сол жерде бар. Мысалы үшін балалар да өздерінің уақыттарын қызықты өткізе алады. Жаңағы тоғызқұмалақ болсын, және шахмат, кейінгі мынау шығып жатқан жастардың ойнайтын ойындары, монополия дейді мысалы үшін, соның баяқтары ол жерде бар. Және кітапхана ашық, тек қана бізде дүйсенбі күні ол енді жабық болады. Өйткені ол кітапханашылардың демалатын күні. Қалған күндері, барлық күндері ашық. Мысалы үшін демалыс күндерде де барып өз қажетті нәрселерін жерден алуға болады, құжаттарды. Рахмет. Келесі сұрақ. Следующий вопрос. Возможно, подписчик только подключился. В прошлом году говорили, что будет открыт дворовой клуб в доме Момышулы 28. Вот, его открыли. Как узнать информацию, как можно записаться? Дворовый клуб по адресу Бауыржан Момышулы планируется открыть. Помещение нам выделили. Сейчас проводятся работы, да, экспертизы проводятся для проведения в последующем ремонта. После проведения ремонта планируется открытие 2 дворовых клубов по данному адресу. Да, спасибо большое за ответ. Я напомню, что наш прямой эфир сохранится, и всю важную информацию, которую, возможно, вы упустили в начале нашего эфира, вы сможете посмотреть на повторе. А вообще, как, например, можно узнать, есть ли в твоем районе такой клуб? Может быть, есть какой-то телефон горячей линии, либо информация тоже в Инстаграм, на сайте? У нас есть Инстаграм, конечно, социальная связь, Фейсбук, есть телефоны. Дворовые клубы работают при КГКП «Шахтер». Есть методический отдел по работе с дворовыми клубами, телефон 42 57 85. И по этому телефону, либо в соцсетях «Стадион Шахтер», Facebook, Instagram, можно узнать информацию. Либо получить дислокацию и узнать, в каком районе, либо, если не в данном дворе, а в близлежащем дворе, куда можно пойти ребенку заниматься, провести свой досуг. Жалғастырып кетейінші, бізде 2GIS деген не бар ғой, сол жерден бізге де жиі звондап тұрады. Бізде ол жерде де біздің барлық клубтардың адрестері, қандай үйірме секциялар бар, соның барлығы көрсетілген. Уақытта қай кезден қай кезге дейін жұмыс істейтіні барлығы. Содан бізге жиі звондап, бар ма қай уақытта жұмыс істейді деп хабарласып тұрады көрермендер ғой. Енді кімге қажетті, мысалы өзінің тұратын жеріне мекен жайына байланысты хабарласып, бізге жиі содан келіп тұрады адамдар. Рахмет. Келесі сұрақтар. Следующий вопрос. Здравствуйте. Будет ли дворовой клуб по адресу микрорайон Степной 3? И подскажите, пожалуйста, по срокам Момышулы 28, когда планируется в этом году открытие? Или неизвестно? По вопросу дворового клуба по адресу Момышулы, на этот год планируется получение уже заключения экспертизы, на основании которого уже будет подана бюджетная заявка на проведение текущего ремонта. После чего будет проведен текущий ремонт, только потом мы уже сможем открыть эти клубы. Я думаю, что это на следующий год.
Ну, у нас, например, в централизованной библиотечной системе города Караганды вот тоже планируется на этой улице открыть современную библиотеку. Помещение у нас есть, вот сейчас согласовывается, да, ремонт данного помещения, и мы думаем, что со временем там тоже будет библиотека, и вы можете пользоваться услугами библиотек. Ну, соседями будем, Да, с ДПК да, и да, библиотекарем. да. А вот насчет Степного 3. В микрорайоне Степной 3 дворовый клуб не то чтобы не планируется, нет помещений. То есть, если у нас в районе Алиханова-Кихана это 3-4-комнатные квартиры, когда-то были брошенные, стадионом «Шахтер» была проведена юридическая очистка, переведена на баланс, то сейчас помещений таких в юго-восточном секторе, к сожалению, нету. И поэтому проблема стоит вот именно в отсутствии помещения. Да? Спасибо за ответ. Уважаемые подписчики, вижу вопросы, которые не по тематике эфира сегодняшнего. Они будут зарегистрированы оператором и не останутся без внимания. С вами обязательно свяжутся. Ждем ваши вопросы. Но я думаю, что вообще было очень насыщенно, столько информации. Сможем, думаю, подытожить эфир, какие-то напутственные слова. Осы отырыстың соңында айтып кететінім, жаңа айттым ғой, кітапханаға келіңіздер, кітап оқыңыздар, ізденіп кітап оқиым дегендерге өте көп жағдай жасалған. Қазір бүкіл ақпараттың бәрі осы біздің кітапта, және де біздің кітапханада кітапхана емес, біздің кітапханамызда мерзімді басылымдар да бар. Сол мерзімді басылымдарда бізде басты жаңалықтар осы күнгі 2 күн, бір аптаның жаңалықтары. Сондықтан бізде бәрі тегін, газет оқиым деген, журнал оқиым деген оқырмандар болса, біздің оқу залымызға келіп, өздеріңізге керекті кітаптарыңызды, журнал, газеттеріңізді оқуға болады. Рахмет. Последний вопрос, если вот чуть дополнить хотела. Именно когда при открытии клуба мы изучаем спрос в данном районе, микрорайоне на необходимость дворового клуба в данном дворе, микрорайоне. Вот. И поэтому, если у кого-то есть вопросы по открытию дворового клуба или какие-то могут предложить помещение, да, можно обратиться на стадион «Шахтер» к руководству с данным вопросом, где мы уже непосредственно можем встретиться, обговорить, посмотреть помещение на соответствие для работы с детьми, подходит ли помещение. Вот. И на месте уже обговорить. У нас есть также контактный телефон 42 57 85 для работы, по работе с дворовыми клубами. Предложения. Мы только рады услышать предложения, если какие-то есть обращения. Остальным охота сказать, приходите к нам в дворовые клубы, занимайтесь творчеством, спортом. Добро пожаловать. Я хочу немного дополнить по поводу перевода краеведческого отдела на это, где парк Алаш. Да? Дело в том, что этот отдел у нас теперь будет заниматься не только там, допустим, библиотечные услуги, это одно направление, но еще там будет у нас проводиться именно исследовательская работа краеведческой направленности. И мы будем сейчас тоже обговаривается вопрос, будем очень разрабатывать вопрос тесное сотрудничество именно с преподавателями Карагандинского университета имени Ильи Арстановича Букетова. И именно с ними будет у нас вестись такая тесная такая работа. И мы хотим, чтобы у нас именно по краеведению материалы тоже были, которые неизвестны страницы нашей истории, нашего края, чтобы наши читатели тоже их видели, читали.
Италии и так далее. То есть в этом направлении у нас будет работа здесь же как раз таки сосредоточена и продолжена. Поэтому там мы хотели оказать местному населению библиотечные услуги и плюс вот эта вот исследовательская работа. То есть конечная цель именно в этом заключается. Вот был на казахском языке вопрос, зачем перевели и зачем открылся вот этот вот библиотека именно. Да. Вот вкратце я могу вот так вот ответить на этот вопрос. А так, приходите к нам в библиотеку, как мы уже сказали, все услуги у нас бесплатные. Вот. Что касается вот этих вот информационных услуг, у нас тоже внедряются сейчас. Вот мы же сказали Вебрадис, может быть, вам чуть, наверное, непонятно, но это такая библиотечная автоматизированная программа. То есть мы тоже сейчас вот это вот все внедряем, приобрели, все у нас это делается. Ну, я думаю, что в эфире это говорить, мне кажется, не нужно, потому что это не очень-то понятно рядовому нашему читателю. Да? Самое главное, что вы можете получить услуги как в традиционном формате, так и в электронном формате. То есть приходите, и мы все эти услуги вам объясним, покажем, и вы будете, конечно, довольны. Я так думаю, по крайней мере. Поэтому приглашаю вас всех в нашей библиотеке. Спасибо большое, уважаемые спикеры, что сегодня пришли к нам на прямой эфир, поговорили с нашими подписчиками. Уважаемые подписчики, вам тоже большое спасибо за внимание. На этом мы завершаем наш прямой эфир. Рахмет, сау болыңыздар.